Баршаңызға сәлем. Бүгін біз үй жағдайында 1 минутта дайын болатын майонез әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге 1 ас қасық қант, 1 ас қасық горчица, кішкене ғана тұз, 2 жұмыртқа және күнбағыс майы қажет болады. 2 жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Келесі қантымызды, тұз және горчицаны қосамыз. Ең соңында күнбағыс майын үстінен қосамыз. Келесі кезекте біз блендерімізді аламыз да ең астыңғы бөлігінен бастап араластырамыз. Және ең астыңғы бөлігі бізде ағарғаннан кейін үстіне қарай сәл жылжытамыз. Біздің массамыз қою болып ағарғанға дейін осылай араластыруды жалғастыра береміз. Майонезімізді орташа жылдамдықта жақсылап араластырамыз. Міне осылайша біздің майонезіміз дайын болды. Егер де сіздерге ұнаған болса, үй жағдайында оңай әрі жылдам дайындасаңыз болады.